Армысыздар, Алаштың ардақтылары. Бұл отандық ғаламтордағы жағымды жаңалықтармен таныстыратын тор бағдарламасы. Және мен, Нұрдәулет Жеңіс. Жаңа айдың бастамасы жаңа мерекелермен толысып жатыр. Желтоқсанның бірі тұңғыш президент күні. Өткен мерекелеріңізбен. Менің анам президентті көрсе көкем деп қалатыны бар. Маңдайы кең, жүрегі де кең дейтіні де есте. Анаңыз сыйлап тұрғанда сіз қалай сыйламайсыз? Мен де президентімді жақсы көрем, оны айтуға жасқанбаймын. Қателеспесем, Сәбит Досановтың айтқаны бар. Президентті түсінде көрсе күліп оянатындар бар деп. Жалпы қазақтың көбі елбасын жақсы көреді, әсіресе халықтың тыныштығын тілейтіндер. Нұрсерік Жолбарыс, Жандос дұрыс айтады, халықтың тыныштығын тілейтіндер, елбасының амандығын тілейді. Жарайсың, Жандос. Жандос Құсайын, менің әке-шешем қарапайым жандар, әкем таксист, шешем үйде. Солар елбасыға қатысты біреу жаман айтса, туғанына жаман айтқандай ашуланады. Мен мұны қазақтың қанында бар ханның құрметін қыларлық тектілігін деп білем. Басшыға бағыну сүннет. Қарсы үру, жексұрын іштарлық һәм адамға да, Аллаға да ұнамсыз жайт. Роза Асанова, жалпы тәубашыл халықпыз ғой. Менің де туыстарым дәл солай қарайды ол кісіге. Әсіресе күйеуім ол кісі туралы жаман сөз айтқандармен қызыл кеңірек боп айтсады. Бұған не дейсің? Әркімнің көз қарасы, пікірі алуан түрлі. Төл мерекеміз айтыс, жаңа жастармен жаңғыруда. Қоңыр домбыраның сазы, айтыскер ақындарымыздың үні қайта шықты. Үстіміздегі айда өткен халықаралық айтыста Қытайдағы қандасымыз Анаргүл Беделхан қызы бас жүлдені алып, Алматыдан пәтер алып кетті. Жерлесіміз Амангелді Сейітхан бірінші орын алып, ақштың $1000 қанағат тұтты. Руслан Желдібай, Амангелді Сейітхан бауырымызды халықаралық айтыстан бірінші орын алғанымен құттықтаймын. Жарайсың. Абзал Сариев, құтты болсын бауыр. Дастан Сейілханұлы, Амангелді алымың кең, арының қатты болсын. Айтыстың алқынбаған дүлдүлі бол. Нұрдәулет Жеңіс, жүрсінің жүйріктерін жолда қалдыр бауырым Амангелді. Қалиев Айбек, Амантай жүлде құтты болсын, Алла жар болсын. Амангелді Сейітхан, ассалаумағалейкум, рахмет Айбек аға. Сол күні қуанып бірінші сізге хабарласқам. Телефоныңыз сөніп тұрды. Рахмет сіздерге, Бағила апай екеуіңізге. Мені осы ақындық жолға салғандарыңыз үшін. Бұл өмірді көру үшін өзгерде алмас ешкім өмірісін. Ал халқым құлақ салса мен айтайын, қоғамның осы күнгі көрінісін. Алладан бастайынша мәнерлеп жыр, сүйоны өткен Алла әлемде бір. Кейбіреу жаратқанға махаббатын жарылыс жасау менен дәлелдеп жүр. Кім оны ондай іспен өлшетіп жүр? Ойсыздар халықтарын олқ етіп жүр. Кей бала ата-анаға махаббатын қарттардың үйлерінде көрсетіп жүр. Сезіммен ешкім қазір санаспай жүр. Қураған жапырақсыз ағаштай бір. Киянаның туғанына махаббаты $4000 ақшадан әр аспай жүр. Жастарда ақша бәрін шешеттеп жүр. Өткінші сезім кейін өшеттеп жүр. Кей жігіт қызға деген махаббатын бір сәттік ләззатпен есептеп жүр. Айтпайым ақындарды табалап жүр, әй бірақ олар нені жағалап жүр. Өлеңге махаббатым кейбір ақын мүшайра құлымменен бағалап жүр. Алланың аз көргендей шапағатын жоғары жақ өсірсем деп атағатын.
жерді сатып көрсетті олар, рухына бабалардың махаббатын. Бұл заман қысып тұр ғой қос қапталды, адамдар ақшаменен дос боп талды. Махаббатсыз дүние бос емес қазір, дүниесіз махаббат бос боп қалды. Сахнаға шығар әлі талаяғын, оларың боп кетпесін сараяғын. Алапа айтарыңыз болса айтып қал, сөз айтта қаным бірақ қараядың. Жағымды жаңалық, көк байрақты өзге елде желбіретіп, мерейін асқақтатып жүрген былғары қолғап шебері Қанат Ислам бауырымыз тағы да бір биікті бағындырып, үлкен жеңіске жетті. Құтты болсын дейміз. Руслан Меделбек Қанат кеше 15-ші қарсыласын 3-ші раундта құлатты. Промоутері Нельсон сүйінші сұрап, қазақтың көк туын жамылған Қанаттың суреттерін салып жіберіпті. Сейілбек Асанов, құтты болсын. Дядя Берик, жарайсың Қанат. Гүлжанат Рахымбаева, ура, жарайсың. Еліміздің байрағын көкке желбіретіп, әлемге қазақ елін мойындата білетін өзіндей азаматтар көбейе бергей. Аян Сәдуақас, Алла тағала тіл көзден сақтасын бауырымызды, қуаныштымыз. Ербол Рахпанов, Қанат сен чемпионсың. Әділханов Ернар, жарайсың қазақтың қанаты. Талғат Алходжаев, жарайсың Қанат. Құрманғазы Рахметов, рухымыздың асқақтауына қанат бітірген Қанат бауырымыз жеңісі құтты болсын. Жеңістен жеңіске жете бер. Әсемғазы Қапанұлы, соңғы кезде Қанатты шеттеткені рас, бірақ Қанат нағыз мықты. Нәзір Тоқан, қанатың қайрылмасын қазақтың қанаты. Нұршаш Бақыт, қазағым мықты ғой, құтты болсын. Сіздерге сырымды ашайын, ешкімге айтпаңыздар. Менің екі әжемде келіндерінің анандай сияқты болғанын қалайды. Бірақ қыздар, менің әжелерім Каляни сияқты емес, олар алтын. Әй, Жагдиш, басым қатып кетті ғой. Қысқасы, балаларға теледидар керек пе, білім керек пе? Ертең олар Абайдың анасы мен әжесі Зере Ұлжандармен емес, Сугна, Сумитрамен мақтанып жүрмесін. Серік Абасов, балаға теледидар керек пе, терең білім керек пе? Ләззат Уәли, әрине білім, бірақ баланың ауылда ғана теледидар көруге уақыты болмайды. Өкініштісі, қалада бағатын бір ғана теледидар. Сәния Жармағанбетова, пайдасы да бар, дұрыс нәрсе көрсе. Менің балам талай қызық мәліметтерді айтады. Қайдан оқыдың деп сұрасам, теледидардан көрдім дейді. Шынаргүл Онашбай, мен де осы мәселені шеше алмай жүрмін. Балам есейгенде телевизор мен компьютерді қалай құрсам екен деп бас қатырам. Ол өзімізге де керек қой. Роза Ахмет, теледидар бола ма, кітап бола ма, балалар соның ішіне өзіне пайдалысын, тиімдісін ала білсе, сол ұтқанымыз. Бала тым білгішсініп, полиглот болғанда не пайда, егер ата-анасына, бауырларына, еліне мейірімі болмаса. Ағылшындікі дұрыс, ТВ өте қауіпті болып бара жатыр, оған қоса нет қосылды. Ең бастысы өз идеологиямызды дұрыстап қолға алуымыз қажет. Өз көрерменімізді өзіміз тәрбиелеуіміз керек. Басқа амалын көріп тұрғаны жоқ. Сәуле Мешітбаева, тура осы тұста ағылшын миллионерінен үлгі алу керек. Сол теледидардан алып жатқан жақсылығымыз шамалы. Радиодан не істейміз, жаңалық керек болса. Серік бауырымның ағайын енді не істейміз, ұрпағымыз үшін ойланатын, ойландыратын сұрақ. Үйде отырып-ақ балаларға арналған орысша әртүрлі телебағдарламалардан балабақшаға бармай, тілі орысша шыққан бүлдіршіндер өсіп келетінін айтып, қынжылтатындар да бар. Оян қазақ деуші едік, енді ойлан қазақ. Мақтау демекші, біздер мақтанудан алдымызға жан салмаймыз. Күшігіміз үрсе, мысығымыз күлсе, тақиямызды аспанға лақтырып, мақтанып жатамыз. Әлемдік деңгейдің әуселесінде жүріп, әсіре мақтанамыз. Елу елдің қатарына еніп, енді Қазақстан әлемдік банктың Doing Business 2014 рейтингісінде 50-лікке кірді. Бұл жағдайда да мақтанып жатырмыз. Нұрмұхамед Байғараев, мақтаншақпыз ғой, мақтанғанда аттың басын жібереміз. Естеріңізде ме? Осы қазан айында Қазақстан әлемдік банктың Doing Business 2014 рейтингісінде 50-лікке кірді. Алақай, сүйінші,
Қаншама посткеңестік елдерді артқа тастадық деген еді. Ал енді қараңыз сол тізімде. Грузия 8-ші орын, Литва 17-ші орын, Эстония 22-ші орын, Латвия 24-ші орын, Армения 37-ші орын екен ғой. Біздікі де әжептәуір жетістік. 189 ел ішінде, бірақ бізден де озғандар жайлы неге айтпаймыз? Грузияның орнында болғанда не істер едік? Сол күн мереке болып бекітілер ме еді? Думан Бықай. Ол өз алдына рейтингтің 10-шы тармағы бойынша Қазақстан солардың 3-еуінде ғана өз көрсеткіштерін түзепті. Ал Бақандай 5 тармағы бойынша төмен баға алған. Бір жылға жетер-жетпес уақытта бізде кәсіпкерлікті тіркеу және несиелеу жұмыстары күрделеніп кеткен. Қуандық Шамахайұлы, несін айтасың? Мақтау жағынан келгенде бізден ешбір ел бәсекелесе алмайды. Ол жағынан әлемнің жоғары дамыған екі елдің алдындамыз, нөмірі 1. Советқазы Нұрсила, артынан санағанда ма әлде? Аят Марқабаев, мен түсінбеймін, қайдағы елу? Ерік Ильясов, шынымен де жетістік, мақтанған емес. Топ 49 елдің ішінде менсінбей отырған 5 елдің бізден кем емес, әсіресе реформалау саласында. Еще кейбіреулері ЕО-ға мүшелік немесе кандидат болу жөнінде критерийлерге жауап беру үшін қажетті реформаларды жүргізген. Ал Грузия мен Армения халқы да жері де кішкентай. Инвесторлар болмаса жағдайы мүшкіл және Еуропаға жақынырақ әрі бүйректері бұрып тұрады. Бізден де мықты көптеген елдер біздің артымызда екен. Кейбіреулері 50-дің қатарына кіруді мақсат тұтпайтын сияқты. Енді бұл жағдаймен мақтан алмаймыз. Жетімін жылатпаған қазақпыз. Жылатпаймыз. Ақырын ғана шетелге сата саламыз. Ақырын сатып жүріп, аңғармай қалғанымыз Американың өзіне 6609 баланы сатып үлгеріппіз. Бұл біз білетін сандар, білмейтіндеріміз нешеу? Қасқырды қанша бақсаң да орманға қарап ұлиды дейді. Дегенмен олар хайуан емес, адам. Қаны мен тілі қазақпен қоса үндескен қазақ баласы атам екенін аңсайтыны анық. Жанар Байсемізова, 6609 қазақстандық жетім бала Америкадан пана тапты. Камиша Шынтекова, өткен жолы арнайы көрдім. Жанары қол босамай жүрді пікір жазуға. Негізі әрине балаларымыздың жағдайы жақсы, тіпті балаларымыздың қуанышында шегі жоқ. Алайда бір нәрсе жанымды қатты ашытты. Мына жандар өздерін түбі қазақ екенін біліп, неліктен Қазақстан балаларымызды солайша тарата салғанын егіліп жүрмесе болды. Жақсылық болсын, қашанда бір амандықта еліме осы жандар оралса деп тілеймін. Рахмет саған, Жанарай. Марал Искакбаева, өткенде Страна без сирот деген сайтты ашып көрдім. Шамамен 3600 баланың суретін қойған осы көрейінші қазақ балаларын деп аштым. Суреттерді қарай отырсам, осы 3600 баланың 200-ге жуығы қазақтар деген болжамға келдім. Одан да аз болу мүмкін. Мұртаза Жүнісұлы Болтай, ұрпағым-ау, қазағым-ау шіркін. Марат Жұлдызбай, тағдыр, қалай өрбейді екен деген уайымда қалдым. Жаннұр Зархан қызы, көбісі қазақтар ғой деймін, өкінішке орай. Халім әлім, бір американдық жетім бала Қазақстанда жоқ шығар. Мұнау не масқарашылық. Осы біз не үшін мақтанамыз? Әлемге қазақ жетім балаларын таратқанымыз үшін ба? Ой, сорлы қазағым-ай. Әйгерім Шаханова. Жетімдерміз, ақпанның аяз қардың өтіндеміз. Мынасарын өмірден сауға сұрап, тіршіліктің мазасын кетіргенбіз. Біздер жетімдерміз, доп қылып жердің шарын өтудеміз. Бостан босқа өлмейміз, өкінбеңіз, жекірмеңіз. Біздерге жекірмеңіз, босағасын паналап талайлардың басынан секіргенбіз. Өмірге келу дегіз, кету дегіз. Сүреңсіз өтуде жас, өтуде күз. Жалғанда өмір бар да жетімдер бар, сондықтан мәңгілікке бекінгенбіз. Жылынамыз бір ауыз жақсы сөзге, қарғыс аяз біздерді қарығанда, жасымаймыз қиянат жаны барға. Жаны бар жан, бірақ та табылар да, жетім көңіл жақсыға жарыған ба. Жетімнің жанын жетім түсінеді. Шетел асырап жатқан жетімдердің бәрі деп айта алмаймын, 80%-ын донорға дайындайды. Үшеуіне куә болдым. Мені де асырап алған біздің елде аяулы аналарымыз бар, ардақты әпкелеріміз бар. Меніңше шетелге бала сатылмайды деген заң шығару керек. Бүгінгі тордан шығатын қорытынды. Қазақты қыранға теңейді, бірақ қыран құс ұясын құзаршынға салады, баласын биікке бағады. Ал біздің ұрпағымызды шырылдатып шетел асырғанымыз қыранның тектілігіне жатпайды. Амандықта арнадан жолыққанша.